Қайырлы күн достар, мен каналыма тағы да қош келдіңіздер. Бүгін бізде тұшпара және өте керемет болып шығатын рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен ұнымызға жұмыртқамызды салып, суымыз міндетті түрде қайнаған су болу керек. Тұзымызды салып, бірінші қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Қолымыз күйіп қалмас үшін қасықпен жақсылап араластырып шығамыз. Сұйық майымызды және қайнаған суымызды құйып, тағы да қасықпен араластырып, қолымыз күймейтіндей болғасын, қамырымызды илейміз. Жақсылап илеп дайындап болғасын, бетін жауып демалдырып қоямыз. Сонда қамырымыз жақсылап жайылатын болады. Оған дейін фаршымызды, бір пиязды майдалап жақсылап турап аламыз. Сосын тұзымызды, қалаған дәмдеуіштерімізді қоссақ болады. Мен үнемі осы фаршты для фарша дегенде қолданамын. Сосын қарабашымызды, сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Пияздың міндетті түрде сөлі шығуы керек. Барынша қатты қолыңызбен қысып араластырыңыз. Онан соң қамырымызды екіге бөліп алып, жұқалап жайып шығамыз. Жұқалап жайып шыққаннан кейін осылай дөңгелектеп аламын мен үнемі. Мінекей дайын. Кішкене ғана дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Тестосы күшті болып шығады. Онан соң қайнап тұрған суымызға тұзымызды, қалаған приправаларымызды салып, пельмендерімізді саламыз. Тұшпараларымыз өте дәмі керемет болып шығады. Қасықпен жақсылап араластырып 15 минут қоямыз. Қайнаған уақытынан бастап есептеймін мен. Мінекей 15 минутымыз өтті. Тамағымыз дайын. Ас болсын. Сіздер де дайындап көріңіздер.